Алла жары фильмі 1988 жылдан бастап 1996 жылға дейін түсірілді. Бұл фильмді Алла жар деп атамағанында сол кездегі қиын қыстау заманда тағдыры басқаша болатын еді. Фильмді Алла атымен атағандықтан да көптеген қиындықтардан аман өтті дейді фильмнің режиссері Қалдыбай Әбенов. Атауын діни тақырыпта қойғанына наразы болғандар табылды. Адам баласы қиналған кезде Алланы еске алып, «Я Алла, өзің жар бола көр» деп тілейді емес пе? Кешегі желтоқсан көтерілісінде Қайрат, Ләззат, Ербол, Сәбирадай жастарымызды Алладан медет сұрады. Фильмді бұлай атауымның тағы бір себебін айтайын. Актерлар қақаған қыста жалаң аяқ ойнады. Бірақ бір ғажабы, ешқайсысы ауырмақ түгілі бірде-бірі түшкірген жоқ. Бұл Алланың жіберген көмек емей немене? Тағы бір қызығы, фильм сәуір, мамыр айларында түсірілді. Ал бізге жастардың қарды жалаң аяқ кешетін эпизодтары қажет болатын. Құдайдың кереметін қарамайсыз ба? Мамырда қар жауып тағда айымыз оңнан туды. Міне осыларды ескере келіп, фильмді Алла жар деп атадық. 71 парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Отандық өнімді бірге дамытайық.